Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Осы құрылғыдан бастасам, мына ауа райы жылыжайдың ішінде 20 градусты көрсетіп тұр. Бүгін күндіз 32 градусқа дейін, 34-ке дейін ба солай барды, өте ыстық болды. Сол кезде смайлигіміз ренжіп тұрды. Міне қазіргі ауа райы 20 градус шамасында болғанда жақсы болып, смайлигіміз күліп 50% көрсетіп тұр. Ал енді жылыжайда не жаңалық десек, бүгінгі жаңалық, бүгін осы салат жапырақтарын ептеп алдық. Бірінші рет жедік таңғы асқа. Бұл да жақсы ғой, сәуір айында жеп бастап жатырмыз. Мына жерде өсіп жатқан, мына жерде өсіп жатқан жаңағы баялды деп айтып едім ғой, міне біреу, екеу қателеспесем, сол шығып келатқан сияқты, тағы бардың. Сол баялдылар шыға бастаған сияқты. Содан кейін мынау Волгоградский деген сұрып қызанақтың. Мына осылары. Міне қою өсіп, жапырақтары басқаша болып. Негізі сұрыптар бар ғой, әртүрлі болған сайын, олардың жапырақтары да әртүрлі болып, бір-бірінен өзгешелеу болады. Міне, мынау басқа сұрып екені көрініп тұр. Мына жерде белый налив басқаша болып көрініп тұр. Көрдіңіздер ме? Мына жерден көрінеді. Мыналар басқа сұрып, мыналар басқа сұрып, белый налив. Осы бүгінгі жаңалық, осы белый наливті мына жердегілерін біразын алып, мына стакандарға егіп қойдым. Әбден өскенін тосып отырады да беруге болмайды. Өйткені осы стаканға егеміз жеке-жеке, бір-бірін кейіннен бір-біріне кедергі келтіретін болады. Сондықтан мына жерде қазір кедергі келтіріп тұрған жоқ, жақсы болып тұр. Және де суаруға жақсы. Мына жерде толтырып суармайсың, мысалы бұл жерде босатып басқа бір нәрсе егесін. Стакандағы бір жақсы көретінім, мен суарған суын қанша кеткен көріп тұрасың. Жобамен осы стакандарға қаншалықты құюға қарап тұруға ыңғайлы. Белый налив сұрыпын, мына 40 данасын өстіп стакандарға бөліп қойдым. Мына стакандарда бір-біріне кедергі келтірмейді. Жақсы. Бүгін күн өте тамаша болды. Ауа райы жаңағы сәуір өтті ғой, қазір айтады ғой, сәуір болмай, тәуір болмайды деп. Ана құралай сияқты өткен сәуір бар ғой, сол неше күн күркіреп, жаңбыр жауып, сондай болып тұрды. Сол бүгін ауа райы тынышталып, жаңбыр бәрі тоқтады. Ептеп салқындау ауа болып тұрды. Бірақ жылыжайдың ішінде жаңағы айтқанымдай 34 градусқа дейін ыстық болды. Далада ептеген самал ауа болып тұрды. Қатты жел емес енді, осы көшеттерді қисайтатындай. Біреуін апарып шығарып қойдым далаға. Неге шығарып қойдым? Ептеп анандай. Даланың кең ауа райына үйрене берсін деп, шынығат сөйтіп. Бірақ бірден ыстық күнге сондай жерге апаруға болмайды негізі. Өзім байқастап, бір жылы көлеңке түсіп тұрған, бірақ жылы жерге апарып біреуін қойып қойдым. Екеуін де бірге қоймадым, өйткені білмейсің ғой қалай болатынын. Мына жерде қызанақтар тағы да өсіп жатқан. Мына кішірегі тісті әлі кішкентай. Ол кішкентай болғанымен не болуы да мүмкін? Сұрпына да байланысты ғой. Ыдысына да байланысты болуы мүмкін. Ячейка дейміз ғой, солар кішірек. Мына ячейкалар үлкендеу қызанақтар, оның сұрпына да байланысты болуы мүмкін. Мына жерде де қызанақтар, жартылай ащы бұрыштар. Мынау кейіннен еккен қызанақтар әлі шыққан жоқ. Мына жерде тұрған безразмерный деген, мына жерде тұрған бычий лоб деген, мына жерде монгольский карлик деген сұрып. Тағы бүгін не істедім? Осы қызанақтарды біраз бөлдім, содан басқа мына жерге қызанақтар егіп қойдым. Мынау ряд қой, одан кейінгі басқа рядка сияқты шыққан кезде мына жерге дикая роза деген сұрыптарды ектім. Содан кейін тайфун деген тәтті бұрыш ектім. Одан кейін қияр егіп қойдым. Қиярды былай егіп қойдым, енді кейін андай бөле салам ғой арасын.
сол мына бөлек ыдыста жүрген кейінгі жалғыз жүрген қиярды ектім. Ана бір шығайын деп тұрған екінші шықпады. Ол шықпай қалды. Міне. Жалпы жылыжайдан бүгінгі хабар, бүгінгі жаңалық осындай. Назарларыңызға рахмет. Подписаться тетігін басып, менің каналыма жазылып қойыңыздар. Лайк басып қолдап қойыңыздар. Менен жаңа видео күтіңіздер.